Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге су, бір шай қасық тұз және бір ас қасық май керек болады. Сұйық май. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызға қосып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Жақсылап қамыр илейтін боламыз. Барлық ингредиенттердің құрамын, қанша грамм, қанша пайыз барлығын неге жазып кетемін, описание бөліміне кіріп оқи бересіздер. Қамырымызды жақсылап іртігі кеткенге дейін илеп жақсылап аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып алып қоямыз, пока бір 15-20 минут тұндырамыз. 15-20 минуттың ішінде 1-2 мәрте қайталап илеп жіберсеңіздер, қамырларыңыз өте жұмсақ, өте жаңағыдай жылтыр, әдемі болып шығатын болады. Қамырымызды мен 3 бөлікке бөлдім, кішкентай қылып. Мен оқтауым кішкентай, сол үшін кішкентай бөліктерге бөлдім. Қамырларымызды домалақтап, әдемілеп аламыз. Қалған қамырларды ыдысымызға салып, бір шетке қоя тұрамыз. Бірінші қамырымызды жақсылап жұқа етіп жаятын боламыз қамырларымызды. Жұқа етіп, әдемілеп үшеуінде бірдей жайып аламыз. Үш қамырымызды да қамырларыңыздың жұқа болғаны жақсы, өйткені арасына май жаққанда қатпарлы әдемі болып шығатын болады. Мен үшеуінде бірдей жайып алдым. Үш қамырды да бірдей етіп әдемілеп жайып алдым. Енді сары майымызды отқа ерітіп жақсылап қайнатамыз. Су болады ғой ішінде, сол су тартылып кеткенге дейін. Сосын осылай жағып, бетіне екінші қамырымызды әдемілеп жайып алатын боламыз. Осылай бірінен кейін бірін, үш қамырымызды да осылай жаятын боламыз. Қолымызбен жақсылап барлық жерлеріне тигізіп, әдемілеп жайып шығамыз. Барлық бұрышына әдемілеп тисін, сол кезде қатпарлы әдемі қамыр шығады. Үшінші қамырымызды да осылай әдемілеп жайып алдық. Бұған да майымызды құйып, бетіне жақсылап жағып алатын боламыз. Жақсылап оқтаумен орап, осылай ортасын бір тегіс етіп кесіп аламыз. Осылай кесіп алдық. Осы қамырдан мен 4 бөлікке бөлдім. Осылайынан кесіп, екі жанын бір-біріне қарама-қарсы орайтын боламыз. Созып ораңыздар. Және дөңгелектеп осылай қамыр жасап алдық. Жақсылап тартып ораңыздар. Қысып, сол кезде әдемі қамыр шығады. Менде бұл тестадан 8 қаттама шықты. Енді барлық қаттамаларымызды жұқалап, осылай әдемілеп жайып алатын боламыз. Барлығында бірдей қылып. Осылай бірінен соң бірін жақсылап жайып алатын боламыз. Мінекей 8 золаның барлығын жайып алдым. Енді өте төмен отқа қойдым. Менің газым қатты жанады, сол үшін ең төменіне қойдым. Сіздер газдарыңыздың жануына байланысты қоя бересіздер.
Сосын астына сары май жақтым. Сары май жақсаңыз жұмсақ, әдемі болып шығады, қатпарланып. Бетін жауып пісіріңіздер обязательно. Екінші бетін жабатын кезде де мен осылай сары май салып тұрып аударып отырдым, өйткені беті құрғап кетіп жатты мен қамырымның. Сізде де беті құрғап кетіп жатса, осылай бетіне сары май қойып жіберіп астына пісіріп алсаңыздар болады. Ұзағымен бірінші беті бір 4-3-5 минуттың аралығында пісті. Екінші беті де тура солай, осылай май жағып тұрып салып алдым. Осылай жақсылап пісіріп аламыз бірінен соң бірін. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, коммент жазып қоюды ұмытпаңыздар. Және де колокольчикті басып қойсаңыздар, менің келесі видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Менде өте осындай рецепттер көп шығады алдағы уақытта, Алла қаласа. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Осылай барлық қаттамаларды бірінен соң бірін жақсылап пісіретін боламыз. Қаласаңыздар сұйық май қойсаңыздар да болады. Мен сары маймен пісірдім, өте әдемі болып шықты сары маймен. Мынау енді ең соңғы қамырым пісіп жатқан. Сіздерге видеоның рецептін ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, жасап көріп үйде отзыв қалдырыңыздар. Мен үшін өте маңызды. Мінекей барлық қаттамамыз пісіп шықты. Аз болсын. Мінекей қыздар, қаттамамыз дайын болды. Менде жаңағы қамырдан 8 қаттама шықты. Оның біреуін уже балдар жеп қойды. Мен қазір сіздерге үзіп көрсететін боламын. Ыстық. Мінекей өстіп қатпарлы болып әдемі болып шықты.
Өте дәмді, өте жұмсақ және қатпарлы болып піскен. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызға жасап беріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Ақнұр Асанбай. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет.